Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше тағам мампар деп аталатын тағамды жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға өте тойымды тағам. Үйдегі бар азық-түліктен жасалады. Жасау жолы өте ерекше. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео рецептерді көру үшін жанындағы тұрған қоңырауша белгісіне басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде бірінші болып көресіздер. Етімізді майдалап турап қуырамыз, суы тартылғанша, қызарғанша. Осылай қызарып пісіп болған соң, үстіне сәбізбен пиязымызды салып, тағы да қуырамыз. Достар, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астына поделиться деген батырманы басып, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұраймын. Қызарып пісіп болған соң, үстіне томатты саламыз, сосын картошка, менде қатырылған болгарский бар, барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене қуырылған соң 5 минуттан соң үстіне су құямыз. Енді өздеріңіз көлеміне, отбасыңызда қанша адам бар, өздеріңіз қосасыздар. Етті де, картошканы да үстіне татымына қарай тұзымызды, сосын петрушкамызды салып, енді етіміз піскенін күтетін боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыз 150 грамм ұнымызға, үстіне 1 жұмыртқа, сосын 60 грамм суымызға тұзды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды сосын илеп болған соң тағы да бір қайтарып илейміз. Иленген қамыр өте әдемі болып жайылатын болады. Мінекей қамырымыз осында иленіп болыпты. Сосын 5 минуттан кейін тағы да қамырымызды бір илеп, сосын қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы бір 2 мм болады. Қатты жұқа қылмаңыздар. Қамырымызды жайып болған соң, енді бұны кесінділерге 4-3 етіп бөлетін боламыз. Видеода көрсетілгенде қамырымызды осылай кесіп шығамыз. Барлығын кесіп дайындап аламыз алдын ала. Енді етіміз піскен соң осы қамырларымызды сорпамызға салып қайнататын боламыз. Жасау жолы өте оңай, әрі дәмді, ерекше тағам болып саналады. Осымен бізде мампар атты тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі де ерекше болып шықты. Менің отбасыма ұнады. Достарыңызға, сіңілдеріңізге, әпкелеріңізге бөлісуді ұмытпаңыз.